шақырым болатын жаңағы 400 киіз үйден құралған кішігірім жаңа қала үлгісіндегі поселкелердің жасалына бастайды екен, болып көрінеді екен, иә. Және осы жалған белсенділер отырықшыландыруды жоспарлаған жаңа айтқан 3 жылдың орнына 3 күнде ғана аяқтап тастайды. Көрдіңіздер ме? Жоспардан тыс жүргізіледі екен, және осы мал өсіруші шаруашылықтарды сол жерде ұжымшарға жаза бастайды екен, ұжымшардың қатарына қосып алады екен. 1931-33 жылдарда ұлы қасірет аштық болады екен. Аштықтың басталуына тағы бір себеп балалар осындай қақаған қыстың аязында жұт басталады. Жұтты білесіздер, күннің суығынан мал қырылып қалады екен, иә. Да 2 миллион ғана екен. 6 миллион. Иә, енді осы аштықтың соңында 33 жылы 2 миллион халық қалды. 4 миллионы не істеді? 4 миллион халық қырылып қалды. Яғни бұл дегеніміз балалар халықтың 40-70% қырылып қалған екен, иә. Болған аштық және 31-33-тегі аштық белгіленген сіздерге мәтін бердім. Енді сол мәтін бойынша жұмыс жасайық. Мұнда аштыққа ұшыраған аймақтар, ашылушылар саны, ұйымдастырылған іс-шаралар және зардаптарын сіздер осы мәтіннен тауып жазуларыңыз керек. Мың 1932 жылдары аштық Қазақстанның ұлтын тікелей толық жою. Аштыққа ұшыраған аймақтар Орынбор, Қостанай. 1930-1932 жылдағы аштық Семей, Алматы. Аштыққа ұшыраған саны 2-3 миллион. Аштыққа ұшыраған аймақтар Орынбор, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Бөкей. Аштықта адамның баланы өрлік. Соншалық қиналғанын бала Қай жылдары қандай қалалар қатты зардап шеккенін, сосын халық саны 1931 жылы қандай ашаршылық болған? Сол жылдардағы халықтың қалай зардап шеккенін